2-ші сынып қазақ тілі 80-ші сабақ. Жұрнақ пен жалғау. Бүгінгі сабақта біз жұрнақ пен жалғауды ажырата аламыз. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастыра аламыз. 67-ші жаттығу. Мәтінді оқып, жұмбақ шалдың не дегенін болжап айт. Әсет пен Нәркес денсаулық еліне бармақшы болды. Жолда оларға жұмбақ шал кездесіп, жөн сілтейді. Ол балаларға жер, күн, ауа туралы жұмбақ сауалдар қояды. Балалар сұрақтарға толық жауап береді. Оларға риза болған жұмбақ шал жарайсыңдар деп көзден ғайып болады. Жазира Әкімбаева. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қойыңдар. Жер, күн, ауаның адам денсаулығына әсері туралы топта талқыла. 68-ші жаттығу. Мақалдарды жатқа жаз. Денсаулық зор байлық. Жалқаудың жаны тәтті, еңбектің наны тәтті. Қарамен жазылған сөздердегі жұрнақ пен жалғауды тиісті белгілермен белгіле. Байлық, бай. Түбір, лық, жұрнақ. Жалқау, түбір, дың, жалғау. Еңбек, түбір, тің, жалғау. 69-ші жаттығу. Тірек сөздерді пайдаланып, күн тәртібі тақырыбына әңгіме құрастыр. Менің күн тәртібі. Мен мектептен кешкісін келемін. Келген бойдан далаға тамақ ішіп, далаға достарыммен ойнауға шығамын. Үйге кірген соң демалып алып, кітап оқимын. Ерте тұру үшін ерте ұйықтаймын. Таңертең тұрған соң сабаққа дайындалып бастаймын. 70-ші жаттығу. Сөздерді жұрнақ, жалғау арқылы өзгертіп жаз. Іскер, орындық, талапты, көлшік, қобызшы. 71-ші жаттығу. Суреттегі ренжіген балалардың қайсысын қалай жұбатар едің? Бірінші шахмат ойнап отырған балаға ұтылғанда тұрған ештеңе жоқ. Келесі жолы сен ұтатыныңа сенемін деп айтушы едім. Екінші балаға ер бала жыламайды. Біздің ер азаматтар мықты болуы керек деп жұбату сөздер айтатын едім.